Аспан астындағы ел өміріне қызығушылық танытқан көптеген адамдар жергілікті тұрғындардың талғамы туралы таң қаларлық фактіге тап болуы мүмкін. Көптеген жылдар бойы әртүрлі ақпарат көздерінде қытайлықтар нәрестелерді, ұрық сорпаларын және консервіленген плацентаны жейтіні туралы ақпарат пайда болды. Бірақ интернетте тараған бұл әңгімелерге сену керек пе? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеолар тамашалай аласыздар. Біріншіден, мұндай оғаш қауесеттер қайдан шыққанын анықтаған жөн. Ақпаратты алғашқылардың бірі болып, өзін Тайвандағы әйгілі адамның күңімін деп таныстырған бойжеткен таратқан. Ол өзінің жұмыс берушісі де, провинцияның басқа тұрғындары да мезгіл-мезгіл ұрықтарды, тіпті толық дамыған нәрестелерді тұтынатынын айтты. Бір жағынан, бұл өмір сүрген жылдарыңызға қарамастан, жастықты сақтаудың тамаша тәсілі. Бұған Қытайда ғана емес, көптеген жылдар бойы басқа елдерде де сеніп келеді. Екінші жағынан, мұндай тағамдар ең керемет дәмділердің бірі деп аталады. Плацентада сүт түсірілген нәрестелер де денеге пайдалы деп саналады. Қоғамдық базардан мұндай нәрсені табу мүмкін болмағандықтан, өнімді қара нарықтан алу керек. Егер сол бір ақпаратты таратқан қыздың сөзіне сенсек, әсіресе ол бала нәрестесін жеу олардың арасында өте танымал. Бірақ уақыт өте мұның бәрі жай қауесет екені белгілі болды. Сондай-ақ журналистердің көзінше, баланы тамақ қылып пісірді деген сол бір қызметші қыз туралы әңгімені айта кетсек, оны пісіру кез келген жануардан кем емес жиіркенішті және қиын екенін алға тартты. Балаларды дайындауға қатысты тағы бір қауесет Қытай Халық Республикасының аштық өткенмен байланысты. Адам етін жеу туралы қауесет бұрын КСРО-мен байланысты болды. Оның алғашқы жылдарында тіпті екінші дүниежүзілік соғысқа дейін елде азық-түлікпен байланысты үлкен проблемалар болды. Сондықтан үлкен қалаларда атақты тұлғалар мен байлар жер асты мейрамханаларында сәбилерден жасалған тәтті тағамдарды жейді деген қауесет тараған. Барлық осы аспаздық бұрмалауларды тағы да қауесеттерге сәйкес Иосиф Сталин тоқтатты. Ол әскерді шетелдіктерден тазартты және тіпті мұндай нәрселер туралы ойлауға да тыйым салды. Қытайда қауесеттер осындай үлгіде болды. Көпшілікке тіпті күріш алу қиын болған сол, қиын жылдарда коммунистер балаларды жеді деп айыпталды. Түсікке ұшыраған нәрестелер ауруханалардан жасырын түрде тікелей үстелге жеткізіледі деп есептелді. Кейбіреулер әйелдерді өнім алу үшін баласы құрсағында өлді деп алдап кеткенін айтады. Бірақ бұл қауесетті жоққа шығару оңай. Қиын жағдайда адамдар олардың пікірінше жақсы өмір сүретіндерге жала жабуға дайын және оларға осындай нәрсе ұсынылса оңай сенетінін түсіну жеткілікті. Ал кейбіреулер бұл әңгімелердің барлығын бір балаға салынатын салықпен және қытайлардың қызы емес, ол кішкентай император болғанын мәңгі қалауымен байланыстырды. Әртүрлі уақытта отбасында қыз туылған болса, әсіресе әлсіз болса, болашақта отбасына әлі де ақша келмейтін адамды тамақтандыруға тырыспау үшін оны жай ғана жейді деген пікір айтылды. Әсіресе егер кедей отбасында оған дейін балалары болса және кім өлім жазасына кесілетін таңдау болса, жаңа туған нәресте немесе олар үлкен махаббат пен қамқорлықпен салған ересек балалар ма? Шын мәнінде мұның бәрі қорқынышты және сұмдық оқиғалардан басқа ештеңе емес. Ол елдің жағдайы әрқашан жақсы болған жоқ. Ашаршылықтың өршуі адамдардың адамдығын ұмыттыруы мүмкін. Сонымен қатар көптеген тарихшылар тіпті ежелгі Қытайда да эмбрион сорпасы дәстүрлі емдеудің бөлігі болып саналады. Ал эмбриондардың өздері тоник қасиеттерге ие болды деген идеямен құлықсыз болса да әлі де келіседі. Бірақ қазір табиғи және жасанды азық-түлік көп дамыған қоғамда мұндай әрекетке ешкім бармайды. Барлық жерде мүмкіндік шектеулі адамдар көп, бірақ нәрестелерді жеу қытайлық дәстүрлердің бірі немесе байлар мен атақты адамдар арасындағы үрдіс деп айтудың қажеті жоқ. Көптеген журналистер мен шығармашылық адамдары шетелдіктерді осы жағдай таң қалдырады деп аңғалдығын пайдаланады. Мысалы, бірнеше жыл бұрын көптеген интернет қолданушылары ер адамның эмбрионнан сорпа дайындап, дәмін татып жатқан фотосуреттеріне таңдануы мүмкін еді. Сонда таң қалған жұртшылық бұл адамға сенуге жартылай дайын болды. Ал шын мәнінде бұл әбігердің бәрі шығыстың әйгілі орындаушысының жоспарлы әрекет екені кейінірек белгілі болды. Чу Ю назар аудару үшін адам баласын дайындап жатқан фотосуреттер сериясын жасауға шешім қабылдады.
Ол бұл тапсырманы міндетті түрде орындады. Ол өз туындыларын алғаш рет 2000 жылы фестивальдердің бірінде ұсынған. Ол оларды адамдарды жеу деп атады және бірден өзі жеп жатқан қуырылған эмбрионның шынайы екенін мәлімдеді. Бұл рас па, жоқ па, қазір ешкім нақты айта алмайды. Әсіресе оның кейіннен қанша дүр сілкіндіргенін ескерсек. Сондай-ақ көптеген интернет қолданушыларға партияның ұстанған саясаты тіпті Қытайдың жалпы даму бағыты да ұнамайтынын айта кеткен жөн. Жалған өсек тарататындар осылар. Адамның белгілі бір сөздерге эмоционалды түрде әрекет етуі үшін қандай тетіктерді итеру керектігін біле отырып, олар қытайлардың балаларға деген адамгершілікке жатпайтын қарым-қатынасы туралы әңгімелер айтып, қатты ауыратын жер тұрады. Осындай жаппай жала жабудың мысалы ретінде Falun Gong деп аталатын діни ағыммен байланысты әртүрлі блогтар мен веб-сайттардың әрекетін келтіруге болады. Оның өкілдері қазіргі Қытай билігіне теріс көзқарас танытып, халықты оларға қарсы қоюға бар күшін салуда. Мен кітаптар отқа май құяды. Мұнда авторлар мен режиссерлер каннибализм және балаларды жеу тақырыбын ерекшелену және олардың туындыларын одан да таң қалдыратын және ерекше ету үшін пайдаланады. Екі қарапайым мысал: Саоцзы фильмі және Шарап елі кітабы. Екі туындыны да қытайлықтар жасаған. Атауы сөзбе-сөз аударғанда тұшпара деп аударылатын фильм дәстүрлі Қытай тұшпараларын әдеттен тыс салмасы бар эмбриондар арқылы дайындайтын қартайған актрисаға арнайды және бәрі күйеуін қасында ұстау үшін жасалынады деп делінген. Шарап елінде шенеуніктер сәбилерді жеуден бас тартпайды. Бұл олардың сыбайластығы мен азғындығын көрсетеді. Әңгімелер негативсіз немесе Қытайдың беделіне нұқсан келтіргісі келмей жазылғанымен, әлі де әртүрлі реакциялар тудыруы мүмкін. Ақыр соңында мұндай әңгімелерде сипатталғанның бәрі шындық екеніне сену мүмкін, бірақ қарапайым қытайлар үшін норма емес. Қорытындылай келе, Азияның таңғажайып фотоларының ақиқатына сенуге көптеген себептер бар деп айта аламыз. Бұған белсенді анти-насихат, жұмбақ өткен және тарихтағы көптеген түсініксіз жағдайлар кіреді. Бірақ егер сіз сыни тұрғыдан ойлауды білсеңіз және арандатушылыққа алданбасаңыз, онда мұндай қауесеттерді байыппен қабылдауға болмайды. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз, қадірменді көрермен. Менің арнамда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арайфакт арнасы.